Сен жалқау емессің. Сен жай ғана миыңды дұрыс пайдаланбай жүрсің, ойланып көрші. Таңертең оянғанда бәрін үлгеремін деп жоспарлайсың. Атқаратын істеріңнің тізімі дайын. Кофең дайын. Үстелің жинаулы, бірақ кешкі сағат 9-да төсекте жатып әлеуметтік желіні қарап отырып, ертең міндетті түрде бастаймын деп өзіңе уәде бересің. Таныш жағдай ма, онда сен жалғыз емессің. Көп адам дәл осылай өмір сүріп жүр. Бүгін мен саған өнімділігіңнің неге төмен екенін, және оны қалай түзетуге болатынын айтып беремін. Ешқандай жалған мотивация болмайды. Таңғы 5-те тұр деген бос кеңесте болмайды, тек шын мәнінде нәтиже беретін тәсілдер. Бірінші себеп. Сен бос әурені нәтижемен шатастырасың. Ноутбуктың алдында 3 сағат отырғаның өнімді жұмыс істедің деген сөз емес. Нағыз өнімділік үстелде қанша уақыт отырғаныңмен емес, нақты қандай істі аяқтағаныңмен өлшенеді. Бір ғана аяқталған жұмыс аяқталмай қалған 10 сағаттық еңбектен әлде қайда құнды. Екінші себеп. Сенің күндік жоспарың тым ұзақ. Бір күнге 23 тапсырма жазасың. Миың сол тізімді көргенде мұның бәрін орындау мүмкін емес деп ойлайды. Сөйтіп жұмысты бастамай-ақ басқа нәрсеге алаңдап кетеді. Сондықтан күн сайын ең маңызды 3 тапсырманы ғана таңда. Иә, бар болғаны 3 тапсырма. Алдымен соларды орында. Қалғанның бәрі қосымша жетістік болады. Үшінші себеп. Сен шабыттың келгенін күтесің. Алдымен көңіл күйім келсін. Сосын бастаймын деп ойлайсың. Бірақ шындық басқаша. Шабыт жұмысты бастағаннан кейін келеді. Оған дейін емес. Мұны суретшілер жақсы біледі. Мұны жазушылар жақсы біледі. Енді сен де білдің. Ең бастысы бастау. Қалғанына миыңның өзі бейімделеді. Төртінші себеп. Сен дұрыс демалмайсың. Демалыссыз өнімділік ұзаққа бармайды. Бұл майы жоқ көлікпен жүргендей. Алғашында жүргендей көрінеді. Бірақ көп ұзамай істен шығады. Ұйқы әлсіздіктің белгісі емес. Керісінше ол ағзаңның жаңарып күш жинайтын уақыты. 8 сағаттық сапалы ұйқы кез келген энергетикалық сусыннан әлде қайда пайдалы. Ол сені сергек етеді. Ойлау қабілетіңді жақсартады. Сабырлы болуға көмектеседі. Бесінші себеп. Сен өз ағзаңа қарсы жұмыс істеп жүрсің. Әр адамның ең өнімді уақыты әртүрлі. Біреулер таңертең жақсы жұмыс істейді. Біреулер кешке белсенді болады. Өзіңді басқа адамдардың кестесіне күштеп бейімдеуді тоқтат. Өзіңнің ең қуатты уақытыңды анықта. Сол уақытты ең маңызды істерге арна. Міне, бар болғаны осы. Ешқандай сиқыр жоқ. Тек дұрыс жүйе бар. Аз тапсырма. Нақты нәтиже. Өзіңе ыңғайлы уақытта жұмыс істеу. Уақытында демалу. Және шабытты күтпей бірден бастау. Бұл өмір сені бос емес болғаның үшін марапаттамайды. Бұл өмір бастаған ісіңді соңына дейін жеткізгенің үшін марапаттайды. Сондықтан ертеңді күтпе. Бүгін баста. Дәл қазір баста. Арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпа. Келесі бейне жазбада кездескенше.